Қайырлы күн, болашақ ана, сенің жүктілігіңмен құттықтаймын. Сен қазір өте күшті периодта жүрсің. Алланың алдындағы үлкен құлшылықтың бірі күн сайын, жүктіліктің өзін, босануды барлығын жеңіл өткізуге болады екен. Үшінші жүктіліктен кейін, егер баланы көтеріп туу дәл осындай болса, мен тағы қайталауға дайынмын деген сөздерді айттым ше. Обычно олай айтпайтын, бірінші, екінші балада да андай қорқынышпен, разрывпен, өмірден түңіліп кетіп, сондай ситуациялар болған болатын. Мүмкін сондықтан да шығар, осы үшінші балаға жақсылап дайындалдым, және оның, оказывается, көмегі реально болады екен. Енді кәдімгі өзіміз әңгіме айтып отырғандай ашық бөлісейінші, жүктілікке дайындалу сәтінен бастап айтайын. Мен балаларымның арасы 5 жылдан, сондықтан менде бірнеше қорқыныштар болды. Оның біріншісі, жиі естігенім, балалардың арасы ұзақ болған сайын, как бірінші рет туып жатқандай қиын болады деді. Алдыңғы балаларымда интернеттен особо хабарым болмады, ал үшіншісінде мен уже блогерлікті бастап жүрдім. Сондықтан маған жиі ауырған балалардың информацияларын жіберетін, мен оны сторисқа шығара алмаймын, өйткені шығарып көргенмін бірнеше рет, біреуін шығарғаннан кейін артынан тағы 10 мама жазады. Сосын тіпті ренжулер өте көп болады. Неге анау баланы шығарасың, ал мені шығармайсың, адамдарды бөлесің деген сияқты. Сондықтан бір күні сөйтіп отырған кезде мен көңіліме алып қалдым. Менде мүмкіндік бар ғой, мен үшін бұл түк тұрмайды ғой, мен сторисқа бөлсе салсам болады ғой депші. Бірақ қатарынан күнде сен сондай информацияны бөлсе берсең, тоже оқырмандарға да қызық емес былай айтқан. Қазіргі кезде көп балалар ауырып туылып жатқаннан кейін менде сондай қорқыныш болды. Және бұл менің өміріме де әсер етті. Скринингтік болады ғой, сол кезде тексерген кезде реально Дауна деген синдромға положительно болып шықты. Бірақ Аллахтың қалауымен олай болған жоқ. Менің танысым болсын, туыстарым, өзімде болсын, өте көп адамға осындай диагнозбен сізде мүмкін сондай болуы мүмкін деген, оны гипердиагностика деп айтады ғой, солай көрсетіп жатыр екен. Егер осындай жағдай болып жатса, қатты уайымдамаңыз. Мен уайымымды тоқтатқан бірақ нәрсе болды. Егер солай болған күнде де сен не істейсің? Ол баланы өлтіріп тастамайсың ғой. Бұл Аллахтан берілген нәрсе, қандай жағдай болса да хайырлысы деп қабылдаймын деп, мен ешқандай да 100 000 теңгелік тест, или ішімді тексеру деген нәрсені жасатқан жоқпын. Аллахқа тапсырдым, және екінші УЗИ-ға барған кезде тексерген кезде баланың дені сау деді. Просто менде қорқыныш болды. Мен сол нәрсені өзімнің ойыммен шақырып алған сияқтымын. Аллахқа сансыз шүкір, күнде шүкір айтам, что мен балаларымның дені сау болып туылды. Бұл жерде мен алып шыққан инсайтым: позитивно ойлаңыздар, көңілге алмаңыздар мен сияқты ондай нәрселерді. Әр қарай осыдан өтіп алғаннан кейін мен уже екінші, үшінші триместрім жеңіл өтіп, жұмыс жасап жүріп, жүктілікке дайындалып бастадым. Соның бірі Академия йоги деген бар, соған қатыстым. Ол жерде не үйретеді? Ол жерде әр аптада әр түрлі. Мысалы, бір аптасында йога жасатады, жаттығулар. Бір аптасында ән айтқызады, бұл да баланың дамуына күшті әсер етеді. Бір аптасында бассейнға апарады, баняға апарады. Бұл айтқанда комплексно, прям қызықты. Қаласаңыздар, егер Қарағандыда тұратын болсаңыздар, мен сізге оның контактысын бере алам, маған инстаграмға жекеге жазсаңыз болды. Мен барлығын активно қатыстым деп айта алмаймын, соның ішінде маған көмектесіп шыққан 2 маңызды момент бар. Біріншісі ол позитивно ойлау, прям реально позитивқа настраивать етті. Екіншісі бассейн. Негізі су адамды күшті расслабляет. Бассейннің ішінде именно тыныс алуды үйретті. Осыған дейін ютубтан өте көп тыныс алуларды қарап көрдім. Сабақтар алып көрдім, онлайн сатып жатқан. Жалпы қалай дұрыс демалу керек деп ше, өйткені родыдағы ең басты нәрсе демалу ғой. Саған дәрігер де, акушерка да келіп көмектесе алмайды, егер өзің дұрыс тыныс ала алмайтын болсаң. Именно соны мен бассейнда тыныс алып үйрендім. Толғақ болып жатқан кезде басқаша демаласың, ал баланың басы уже потуги дейді ғой, шығып жатқан кезде басқаша демаласың. Терең, расслабленно демалатын болсаң, ал баланың басы шығып жатқан кезде уже собачка сияқты дейді ғой, жоғары қарап деп сондай демалуды үйренгенмін. Және екінші техника есімде қалып кеткен. Судың астына түсіп деп шарик жұтқан сияқты деп бассейн астында тұрасында 10-ға дейін санап қайып шығасың.
Жалпы бұл нәрсені дұрыс тағы толығырақ үйрену үшін осындай тыныс алу техникаларын қарап көріңіздер, және академия йогиға баруға рекомендация беретін едім. Және екінші, бәрінен де маңыздысы ол мышление. Мышление родыға да керек екен. Ол жерде дәптерге кәдімгідей план родов жазылады. Бұл как біздің жаңағы коучтардың үйретіп жүрген идеальный күн деген сияқты техника ғой. Просто сол роды күнін елестетіп жазасын. Мен де жазған болатынмын. План родов. 14 декабрь 2024 жыл. Сәбиім дүниеге келген күн. Суббота күні таңертеңгі 9:00. Күнді де барлығын таңдап алдым. Асықпай, ұйқым қанды, кешке қарай емес. Ұйқыдан тұрдым. Жайлап, асын барлығы босап, жұмсақ түрде схватка басталып жатыр екен. Очень приятно. Сезімдерді жазу керек та, не сезінесің? Менің көңіл күйім өте жақсы. Барлық затым дайын, ретті. Это тоже очень важно, заттарың дайын тұрғаны. Өйткені абыр-сабыр болып, тревога болып жүгірмеу үшін. Бүгін туға баратынды сезіп, душқа, артынан магниймен ваннаға түсіп алдым. И прикиньте, менің родыйым тура осылай басталды. Негізі жазған кезде миға нейрон барады. Ол нәрсе өміріңе тартасын, сол нәрсе солай болады дегенге мен өзім сенем, білмеймін. Сенген адамдар қайталап жасап көрсеңіздер болады. Сенбесеңіздер өздеріңіз білесіздер. Полный осы 2-3 сағат деп жазғанмын. Реально менің родыйым 2-3 сағат қана өтті. Михайловкадағы роддомға бардық. Келісіп қойған маман алдымнан күтіп алды. И прикиньте, реально солай болды. Сағатына дейін 12:00-де потуги басталды. Мен күндізгі 12 деп жазғанмын, бірақ мен түнгі 12:00-де потуги басталды. Прикиньте, кішкене бір 90% бұл жерде сәйкессіздік тек қана датасында. 14 десем мен 28-і босандым, ал күндізгі 1-де босанамын, 12-де потуги басталды, 1 сағат больницада 1 сағат толғатып тудым деген нәрсе орындалды. Бірақ түнгі 12-де больницаға кірдім, түнгі 1-де босанып алдым. 28 декабря, 12 часов ночи. Главный, жеңіл босандым, тура жазылғандай болды, 100% сау. Көңіл күйім күшті, қуаныштан жылап алдым. Жанымда жақсы маман, 2 доула, күйеуім айжігіт жүр. И реально менің қасымда талпа жүрді. Барлығы Дания, қалайсың, не істейін деп ше, бір-біріне соғысып. Бөпе екеуміз ат дүші ұйықтадық. Сүт оңай келіп, бәрі жеңіл өтті. Платный палатада жаттым айжігіт жанында. Реально айжігітке кіруге рұқсат бердім. Осы күн Аллаға шүкір, сансыз шүкір, барлығы жақсы. Мен ең бақытты адаммын. Айжігітке, больницаға, доулаларға бәріне рахмет деп аяқтаттым. Бұл жерде сіздерге барсаңыздар да үйрететін нәрсесі просто роды басталғаннан бастап уақытымен біткенге дейін, жаңағы сүт оңай келіп жатыр деген моментке дейін полный сипаттап жазып шығу, осы шақта уже болып жатқандай болады емес, болып жатыр деп сезініп, және эмоцияның келіп көтерілуі. Реально солай болып жатқан сияқты. Егер сен соны жазып оқып жатқан кезде күлкіңе, езуіңе күлкі келетін болса, онда сен соны сезініп жатсың. Прям солай болғаны дұрыс. Және бұны, мысалы, 1-2 ай алдын жазып қойып, қайта оқып тұруға болады. Бұл енді менің психологиялық дайындығым, йогамда айттым, тыныс алуымда айттым, және дәрігермен дайындалу. Жалпы менің мамандығым дәрігер, сондықтан мен системаның барлығын жақсы білем. Жалпы сіздер де білесіздер деп ойлаймын. Өзіміздің кәдімгі тегін поликлиникамызға барған кезде, главный ол жерде отчетность. Сен триместр сайын УЗИ-іңді өтіп, анализіңді тапсырып тұрсаң болды, ал негізі қосымша анализдер бар, оған ешкімнің басы қатпайды. Мысалы, гемоглобин общий анализ кровида жоғары көрсете беруі мүмкін, бірақ ол как декомпенсационный ретінде көрсетіп, астында ферритинің аз болатын болса, на самом деле сен органдарың оттегіге қанықпай жатыр, және балаңда гипоксия болуы мүмкін.
Сондай нәрселерді болдырмау үшін жалпы развернутый анализ тапсыру керек. Және дәрігерім болды. Қазіргі кезде оны интегративный дәрігер чекап дейді ғой, чекап тапсырдым. Мен сториста чекап деп айта бастасам, көпшілігі бір анандай не деп ойлап қалады, бір мекемеге барады, ол жерде айтады, ол жерде барлығын тапсыруға болады деп. Жоқ, ондай емес. Мысалы дәрігер саған айтады, қалқанша безінің, басқа жеріңнің саған жалпы жалыптарыңа қарай қай жерге УЗИ жасау керек, УЗИ жасап кел. Нандай анализ жасап кел деп саған список береді. Оны кәдімгі Олимпқа барып тапсырасың және соны талдатасың. Дефицит болып жатыр, соны толықтыру керек. Өзіңіздің денсаулығыңыз үшін және баланың денсаулығы үшін деп айтар едім. Дін жағынан айтатын болса, бала ішіңе біткеннен бастап, баланың тағдыры жазылып жататын момент бар. Жалпы мен оны көтерген, жалпы жоспарлағаннан бастап, көтерген кезімде және туғанға дейін қызымның түрін сипаттаған болатынмын. Таң қалам, қалай сипаттадым, тура солай болып қызым дүниеге келді ғой. Мен каждый раз қызыма қараған сайын, Аллах, қандай сен шексіз шеберсің, қандай мықтысың, қалай тура мен сұрағандай етіп бердің деп таң қалам ше. Өйткені мен прям былайынан отырып дұға ететінмін ішімнен всегда. И жолдасыма да айтатынмын. Көзі үлкен домалақ, өзі әппақ, қасы көзі қап-қара қыз болса екен деп ше. Қыз ба бала ма бәрі болды, маған бала болса екен деп. Алдыңғы балаларда олай жасап көрмеген екенмін. Осылай сұрағанымдай дәл солай дүниеге келді қызым ше. УЗИда түрі қандай болса, мен уже УЗИдан көрдім. Түсімде де көрдім сол түрді, прикиньте, и босанғанда дәл солай болды. Балаңыздың түріне дейін, тағдырына дейін Аллахтан сұрап алуға болады. Аллахым, осы баламның дені сау болып, әдемі болып, бағы таудай дейді ғой, сондай бала болса екен деп дұға етіп қойыңыздар деп айтатын едім, ұмытпай. Уже срок үлкейген сайын менің жүктілігім кезінде мынандай проблема болды. Ол симфизит деген нәрсе. И УЗИға барып тексерттім. Сонда реально арасындағы, екі сүйектің арасындағы шеміршек қой, сол созылып, кейбір жерлерде қателессем кешірім сұраймын, мен жалпы сутін айтып жатырмын да. Короче, менде симфизит болып тұрды. Маған УЗИда кәдімгідей симфизит деп қойып берді. Және оны обычный УЗИда ол көрінбейді. Баланы қараған кезде, егер сен өзің айтсаң, дополнительно маған симфизитім бар ма жоқ па қарап бер деп, сонда ол айтатын болады. Сөйтіп, сол УЗИімді алып қайтадан остеопатқа келдім. Ол кісі, Гүлзат деген кісі, осы қарағанда кәдімгідей көмектесіп отырды, ауырсыну кетті. Және босануға прям 1-2 апта қалған кезде менде ананың арасы жақындап, ауырсыну кетіп, кәдімгідей симфизит болған жоқ. Осының барлығы комплексына көмектесті деп айта аламын. Оказывается, родыға сол остеопатпен де дайындалуға болады екен. Мүмкін оның да әсері болған шығар. Мен мына жерде енді нақты тек қана мына зат маған көмектесті деп айта алмаймын. Но остеопаттың көмегі болды. Тоже барып көрсеңіздер болады. Айтып жатқан себебім, мен бұл туралы 3-ші жүктілігімде бірақ білдім. Қазіргі кезде доула деген нәрсе бар. Ол сенің босануыңа көмектесетін адамдар, қасыңда сопровождение жасайтын. Және олардың жүктілікті де сопровождение жасайтын услугалар бар екен. Мен оны да алып алдым. Және солардан алған главный бір инсайтым. Маған расслабиться етуге көмектесті. Осы жүктілік кезінен бастап ваннаға түседі. Негізі көпшілік айтып жатады ғой, жүкті адамға тек душқа түсу керек, ваннаға түсуге болмайды деп. Оказывается, болады екен, мен жүктілік бойы ваннаға түсіп шықтым. Ол су мен әрине ыстық болмау керек, салқын болмау керек, такой приятный, жылы болу керек. Және оның ішіне магний салып түстім. Күшті фирманың магнийін айтты да. Мен Қарағандыдан таппадым, тапсырыс беріп едім, 5 күн күттім. Содан кейін магазинға әкеп қоюға шешім қабылдадым. Өйткені жүкті әйелдер мен сияқты сол нәрсені қолданып расслабиться етсе екен деген ниетпен. Негіз біздің Ice Baby'да әрбір зат солай жиналған. Керекті болатындай етіп ше. Қамқорлықпен біздің магазинда бар. Именно оның 2 түрі бар. Для взрослых и детский деген түрі. Для взрослых ол состав более косметический болады да. Андай терінің бархатный болуына, расслаблениеға, конечно, тоже әсер етеді, но детский одан да күшті. Мен екеуін де алатынмын да, араластырып ваннаға салып, сол ваннаға түсетінмін. Негізі магний, как дәрігер ретінде айтайын, былай таблетка қылып ішкеннен көрі, именно тері арқылы сіңуі өте жоғары.
Сондықтан осылай ваннаға түссеңіздер прям күшті. Конечно, не переборщит. Оның упаковкасының артында схемасы жазылған. Курс ретінде 2-3 күнде бір рет түсіп, солай қолданып көруге болады. Стресс азайтады, расслабляйт. Оны ішіп алғаннан кейін ұйқы деген терең, күшті, как бөпе сияқты ұйықтайтын боласың. Және жаңа детский деген түрін мен қызыма да пайдаландым. Қызым 40-нан шыққаннан кейін 2 айынан бастап, осы уақытқа дейін түнде оянбай ұйықтайды. Таңертең 11-ге дейін ұйықтап жататын кездері болады. Андай расслабленный бала ше. Колики болдырмайды, баланы андай расслабленный қылып, әрі эмоционально дамытып өсіруге көмектесетін зат деп айталам, қолданып көріңіздер. Екінші зат лавандовый эфирный масло деп айтты. Ол мынандай Каспийдан алдым. Именно doTERRA ма, сондай брендтікі 17-18 мың теңгедей тұрады, но она того стоит. Оны бүйтесің, қолыңа жағасын, сосын деп иіскейсің. Қатты жағып жүрмеңіздер, кішкене 2-3 капля ғана жетеді, өйткені концентрированный. Және ұйықтайтын кезде жастыққа сеуіп қойға болады. Тоже расслабляет, иісі очень приятный, именно лаванда. Оны ваннаға да жаңағы магнийға қосып себетінмін. Сосын специально сумка в роддомға тоже біреуін салып қойдым. Толғақ басталды ғой, су кетіп. Содан бастап, соны иіскеумен болдым. Именно жаңағы мысалы толғақ болып атады, арасында демаласын, толғақ болады, сол моментте толғатып атқан кезде дышать ету керек қой. Деп сол лавандамен дышать етуге тырыстым. И маған особо толғақ сезілген жоқ. Қолданып көрсеңіздер болады. Психологический күшті моменттің бірі, когда сен заттарың полный дайын тұр. Сен уверенасың, что саған қазір анда-мында жүгіру керек емес. Сондықтан сумка в роддомдарыңызды жақсылап жинап қойыңыздар. Сосын өзімнің опытымнан айтайыншы, мүмкін бұл жерде первородка мамочкаларда бар шығар. Мен тіпті ертең выпискаға шығатын киіміме дейін дайындап қойғанмын. Пакетке салып, өйткені ол жерде сырт киім, аяқ киіміңді алып кетеді ғой үйге. Сырт киімді, сол күні киетін аяқ киіміме дейін барлығын салып, сыртына выпискаға киетін киімім, баланың выпискаға киетін киімі деп жазып қалдырып кеткенмін. Өйткені ер адамдардың кішкене басы басқаша жұмыс істейді, мүмкін сол моментте толқып жүре ма. Екінші қызымда мен кәдімгі роддомдағы резиновый тапочкамен шыққанмын, аяқ киімді ұмытып кетіп. Ол да кішкене егер ойыңдағыдай болмай қалса, өзің эмоцияң көтеріп тұрған кезде настроениең әсер етуі мүмкін. Барлығы дайын тұрса, өзіңе просто күшті. Родыйдың өзі. Родыйға осы жолы кәдімгі договормен платный родыйға бардым. Оның алдында да екеуінде де кәдімгі кімге түстім, соған түстім, қайда барсам, сонда бардым деп бара салдым. Шүкір жаман болған жоқ. Но бәрібірде по сравнению, егер мүмкіндік болып жатса, платный роды алғанның пайдасы өте көп екен. Привилегиялары көп. Мысалы, врачтар, медсестралар өте саған лояльно қарайды, реально. Сондай важный моментте адамның зырк-зырк етіп, андай бір міндетсініп, шаршап, жынданып жүрген адамды көру маған психологически жаман әсер етеді. Сондықтан да солай лояльно қарағаны маңызды болды да. Сондай дәрігермен келісіп платный родыға бардым. Оның бағасы сол моментте 200 мың теңге ма сондай болды. Сосын платный палатада жалғыз өзің жатады екенсің. И тоже қымбат емес. Бір күніне 6 мың теңге ма, 7 мың теңге ма сондай ғана. Еще мен 2-ақ күн жаттым. Былай айтқанда 12 мың теңге стоит. Бақшы егер қарағандылық болатын болсаңыз, бөлісіп өтейін. Мен Чиповская деген дәрігермен босандым. Маған өте қатты ұнады. Прям рекомендую. Сосын кафмариям деген нәрсе бар. Шөп болады, қайнатасын, үй шай сияқты ішесің. Именно роды басталып жатқан кезде ішкен жақсы да. Мен оны да іштім. Біздің негізі айста сататынбыз. Заботай, просто мамочкаларға пайдасы тисін деген. Бірақ бір момент, егер сізде экстрагенитиальная патология дейді ғой, егер қосымша ешқандай ауруыңыз жоқ болса, қана деніңіз сау болса, физиологиялық роды болса, мүмкін қолдануға болады. Уже 38 аптадан бастап ішіп жүрдім. Енді нақты оның көмегі болды, болмады, мен айттым ғой жаңағыда, именно мынаның көмегі болды деп айта алмаймын. Но комплексына келген кезде барлық нәрсенің пайдасы тиген шығар деп ойлаймын. Және осындай ішкен көмектескен заттардың ішінде малинаның жапырағы деген нәрсе бар. Ол бізде арнайы шөп сататын аптека строителей да.
сатады. Нәрселерді тоже академия йогида, лично осындай нәрселермен айналысатын адамдар айтқаннан кейін мен жасап көруге тырыстым. Және зиянын көрдім деп айта алмаймын. Главный, қыздар, любой нәрседе не переборщить. Вот ойбай осы кафмарем көмектеседі екен ғой деп чисто соған сеніп, ешқандай денеңді дайындамай, йога жасамай, жаттығу жасамай, психологически өзіңді дайындамай, тек соны іше беріп, переборщить етіп ішіп тастау мүмкін денсаулыққа зиянын тигізетін шығар. Сондықтан мен әр сөзіме өзім жауап беретіндей болу үшін сіздерге ескертіп айтып жатырмын. Каждый нәрсенің алдында дәрігеріңізбен кеңесіңіз, денсаулығыңызға қараңыз, фанатить етіп кетпеңіз. Все по чуть-чуть. Главный бұл жерде дұрыс тыныс алумен дұрыс миыңды дайындау деп ойлаймын мен. План родов жазып қойыңыздар, сізге точно зиян тигізбейді. Жалпы осылай, енді еш нәрсені қалдырып кетпейін деп барынша от души бөлісуге тырыстым. Егер пайдалысы болса, өзіңіздің өміріңізге қолданып көріңіз. Жүктілігіңіз жеңіл, әдемі өтсін, аман есен балаңызды жеңіл 2 сағатта босанып алып, құшағыңызға алып, күшті жеңіл сүт келіп, балаңызды емізіп жатуыңызға тілектеспін. Сумкаңызды дайындауға біздің Ice Baby'ге келіңіздер. Бізде міндетті түрде әрбір маманы қуантуға бір сыйлықтарымыз болады. Жаңағындай керек нәрселердің барлығын дайындап қойған болатынбыз. Қандай заттар керек? Роддомға списогі да бар. Жалпы осындай. Всем пока!